амандығы, Алла Тағаланың берекесі өздеріңізге болсын. Елімізге Алла Тағала тыныштық бере берсін, халқымызға ауызбіршілік берсін, әрбір ісімізге Алла Тағала берекесін берсін. Осы үш қасиетті сөз, құрметті қадірлі ағайын, біз бұның қадірін, біз бұл үш сөзді қастерлей білуіміз керек. Тыныштық, ауызбіршілік, береке. Осы үш сөз, құрметті қадірлі ағайын, бәрінен де қымбат. Ол жаңағы бензиннен де қымбат, ол газдан да қымбат, ол үйсізден де қымбат, ол баласыздан да қымбат, бәрінен қымбат. Мінекей, құрметті қадірлі ағайын, бұған бір мысалы бере кетсек, осы жылдың басында қаңтар айындағы болған еліміздегі бір жағдай алды, үлкен бір дау-дамайға ұласты, халық пен мемлекеттің арасында үлкен бір арақашықтық пайда бола бастады. Құрметті қадірлі ағайын, біз сол уақытта 2 аптаның көлемінде намазымызды оқи алмай, күнде кіріп жүрген мешітімізге кіре алмай, мына қаражатымыз сақталатын картамызды қолдана алмай, өте бір қиын бір сәт келді. Міне сол кезде біз бір нәрсені түсіндік, елдің тыныштығына, елдің бірлігі мен ынтымағына жететін ештеңе жоқ. Сол себептен, құрметті қадірлі ағайын, тағы да бір айта кететін нәрсе, ризық деген нәрсе, құрметті қадірлі ағайын, бұл адамға байланысты емес, елбасыға байланысты емес, патшаға байланысты емес, әкімдерге байланысты емес. Рызық, құрметті қадірлі ағайын, осы құрметті жаңағы Құранда екі бір затты керемет мақтайды Алла Тағала. Жаратылыс оларда. Бірі құмырсқа болса, екіншісі бал жинайтын бал арасы. Осы екеуін ерекше мақтайды. Мына адам тұр, құм жағында одан да үлкен жануарлар тұр, жердегі, судағы, олардың ешқайсысына тоқталмай, осы екеуіне тоқталады. Не себептен? Еңбекқорлығынан. Еңбекқорлығынан. Мынау тәуелсіздікті ең алғашқы алған жылдары, құрметті қадірлі ағайын, біздің елде өте қатты қиын шаруалар болды. Мына жерде отырған аталар жақсы біледі. Свет жоқ еді. Өте қиын уақыт еді. Ақша бар, магазинге, дүкенге барасың, бірдеңе алайын десе ала алмайсың. Неге? Талон. Барлық затқа талон. Сол себептен, құрметті қадірлі ағайын, сол күндерімізді біз ұмытпайық. Адамнан екі нәрсе кетсе, Алланың тарапынан сынақтар келе береді. Біріншісі шүкірлік, екіншісі сабырлық. Барға да, жоққа да біз не істеуіміз керек? Төзе білуіміз керек. Жоққа сабыр, барға не істеуіміз керек? Қанағат қылуымыз керек біз. Құранда Алла Тағала айтады: «Ләин шакартум ләзиданнакум» дейді. Алла Тағаланың берген, азды көпті берген нығметтеріне шүкір ете білсек, онда ол берген нығметті мен көбейтемін дейді. Алла Тағала айтып отыр. Сол себептен бабаларымыз бекер айтпайды. Адамнан сұрағанның екі көзі, Алладан сұрағанның екі несі бүйір шығады дейді. Біз, құрметті қадірлі ағайын, жай бір халықтың бір ұрпағы емеспіз. Біздің арамыздан хан да шыққан, сұлтан да шыққан, ахун да шыққан, ақын да шыққан, батыр да шыққан. Тіптен біздің арамыздан құл болып барып, өзге мемлекетте патша дәрежесіне жеткен кісілер бар. Сұлтан бейбарыс атамыздай. Сол себептен, құрметті қадірлі ағайын, тексіз бір халықтың ұрпағы емеспіз. Біз текті халықтың ұрпағымыз. Сол себептен, құрметті қадірлі ағайын, қазақтың басында соғыс өте аз болды. Неге? Өткен сөзге тоқтайтын ек.
сөзге тоқтайтын еді. Сөздің бір несі бар еді? Ауырлығы бар еді. Соншалықты дінімізде Алла Субханаху ва Тағала бір кісінің мұсылман болу, болмау, бір әйелдің өзіңізге адал, арам болуын сөзге байлап қойды. Әшхаду ан ла илаха иллаллах ва әшхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух деген сөзді біреу айтса, мұсылман болады. Мұсылман болып кетеді. Алланың сүйіктісіне айналып кетеді. Сізге бір қыз ұнады, мен сені алдым, анауда тидім десе, бітті. Арам болып тұрған әйел сізге адал болады. Көрдіңіз ба? Сөздің соншалықты не екендігі дінімізде салмақты екендігін аңғаруға болады. Сол себептен Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям не дейді? 10 күнәнің 9-ы неден дейді? Тілден. Жалған ақпаратқа біздің халық қазір өте қатты сенеді. Біз айтамыз, жаңағы ұрлық жасамау керек. Дінімізде ұрлық жасаудың үкімі өте ауыр, оның жазасы ауыр. Осы дүниеде ақыреттегі несі одан да ауырды. Оған сенбейді, Құраннан келтіреміз, хадистен келтіреміз, оған сенбейді. Бір салдақы келеді, ортаға тастап кетеді бір әңгімені. Соған халық сенеді, иланып қалады.